Мына жігіт үлкен робот итті тауып алып, онымен достаспақ болды. Темір итті қолға үйрету мүмкін бе? Оны сіздер Аксель фильмінің шолуынан білетін боласыздар. Әлемдегі барлық жануарлардың ішінде ең ақылды және сенімді иттер. Сондықтан әскерилер көп жылдар бойы робот итті жасауға тырысты. Ал қазір Crane компаниясы металдан ит жасап, оны Аксель деп атайды. Бұл атау шабуыл, жылдамдық және ептілік деген үш сөзден тұрады. Оның үстіне Аксель өзін нағыз ит сияқты ұстай алады. Келесі көріністе біз мотоцикл жарысы чемпионатын көреміз. Шабандоздар әртүрлі трюктарды көрсетеді, бірақ олардың бірі Майлз Хилл кенеттен мотоциклінен құлап кетеді. Оның тізбегі үзіліп, жарысты әрі қарай жалғастыра алмайтын болып шықты. Ал мұның бәрі мәре сызығының алдында болды. Майлз қатты ашуланып, басқа жүргізушілерге, әсіресе Сэм Фонтейнге қызғанышпен қарайды. Ал осы турдың жеңімпазының қасында бір қыз дәптеріне әдемі суреттер салып отырды. Майлз әкесімен бірге Фонтейнге жақындап, қосалқы тізбекті сұрайды. Алайда жігітке бас тартылды, яғни ол чемпионат финалына қатыса алмайды. Кенет оның қасына сол суретші қыз келіп, мотоциклге арналған шынжырды береді. Майлз кілтті алып жұмысқа кіріседі. Бірнеше минуттан кейін финалдық жарыс басталады. Ер адамдар дулығаларын киіп, қозғалтқыштарды іске қосады. Қыз Майлзға күлді. Ол басқа жарысшылармен бірге газды басып, алға ұмтылады. Олар өте қиын жолмен жүруге мәжбүр болды. Фонтейн алда келеді, бірақ Майлз қауіпті жол бөлігінде оны қуып жетіп алдыға шыға алды. Ол мәреге бірінші болып келіп, және осы жарыста жеңіске жетеді. Фонтейннің көңілі қалды. Достары Майлзды олармен бірге кешке баруға шақырады. Ал жігіт бұл туралы ойлануға уәде береді. Әкесі оған Фонтейнмен дос болуға кеңес берді, өйткені ол бай, беделді адамдардың баласы. Түнде әскери технологияларды өндірумен айналысатын компанияда дабыл басталады. Өйткені олар жасаған робот зертханадан қашып кеткен. Жұмысшылар оны іздеуге бар күшін салып жатыр. Робот ит бұл уақытта қалаға қарай бет алды. Осы уақытта Майлз бай Сэм Фонтейннің кешіне келеді. Онда қызық қызулар жүріп жатыр. Мотоциклшілер күрделі трюктарды орындайды, және әдемі қыздар бассейнде жүзеді. Майлз Фонтейнді кездестіреді. Ол алдымен жігітті өз командасына тартуға тырысады. Содан кейін келесі маусымда міндетті түрде жеңіске жететініне уәде береді. Бұл жігіт сөзінің маңыздылығын дәлелдеу үшін тіпті көлікті өртеп жібереді. Осы сәтті пайдаланып, Майлз ессіз Фонтейннің қасынан кетіп, оның гараждан ең сәнді және ең қымбат мотоциклдердің қоймасын табады. Ол солардың біріне отырады. Сол кезде әлгі суретші қыз оған жақындап келді. Оның аты Сара, және ол анасымен бірге Сэмнің үйінде қызметші болып жұмыс істейді. Майлз оны мақтап, тізбегі үшін алғысын білдіреді. Ал қыз болса тәтті түрде жымиды. Жігіт жалпы көңіл көтеруге қатысуды шешеді. Кештен кейінгі күні Майлз әкесімен бірге гаражда жұмыс істеп, асығыстықтан зардап шегеді. Ол жарыс бүкіл өмірінің мәні екенін айтады. Осы уақыт ішінде Crane қызметкерлері робот итті табу үшін жүздеген дрондарды іске қосады, бірақ одан ештеңе шықпайды. Компания агенттері ақш үкіметінен шындықты жасырып, ит орнында екенін жеткізіп, тұсаукесерге дайынбыз деп өтірік айтады. Сэм достарымен бірге Майлздың үйіне келеді. Жігіт жаңа досын мотоциклге мініп, трюктарын камераға түсіру үшін шақырады. Біздің кейіпкеріміз асығыстықта қарамастан керемет өнерлерін көрсете білді. Сэм Майлзды әңгімемен алшақтатады, ал достары оның мотоциклінің қозғалтқышына газировка құйып жіберді. Майлз қозғалтқышты іске қосып, тағы бірнеше трюк жасайды. Ол жылдамдық алып, төбеге көтеріледі. Бірақ содан кейін мотоцикл өшіп қалып, жігіт жерге құлап түсті. Сэм мен оның достары бұл көріністі камераға түсіріп жатыр. Барлығы күледі де, Майлздың жағдайын да тексерместен кетіп қалады. Жігіт дулығасын шешіп, оның алданғанын түсінеді. Бақытымызға орай ол тек мойнынан жеңіл түрде жарақат алды. Сэм оған бір канистр бензин қалдырыпты. Қозғалтқыштың күлгін газировкасын ағызып, оны қалыпты отынмен толтырады. Дегенмен, мотоцикл әлі де іске қосылмайды. Майлз жақын маңда бірнеше қараусыз қалған ғимараттарды көріп, айналаны тексеруді шешеді. Ол әлде бір гараждан күдікті дыбыстарды естіп, оған тас лақтырады. Жігіт ішке қарайды да, робот иттің сонда жасырынып жатқанын көреді. Майлз қорқып, мотоциклге қарай жүгіреді.
Біздің кейіпкеріміз оны іске қосып, қауіпті жерден алыстай алды. Бірақ робот ит оны қуып келеді. Өйткені оның мотоциклінде өзіне қажетті жанармай болды. Ол Майлзға секіреді, бірақ Майлз қашып құтыла алды. Робот ит жігітті қуып жетіп қала жаздады, және ол қуудан құтылу үшін қиын трюк жасауды шешеді. Мотоциклдің артынан секірген робот жерге құлап, зақымданып алып, содан кейін ол көтеріле алмады. Майлз оған жақындайды, ал робот ит өзін-өзі жою механизмін іске қосты. Өйткені оның корпусы қатты зақымдалған. Жігіт мотоцикл дулығасын шешіп, бейшара иттің бетінен сипады. Ол енді Майлзды қауіп деп санамайды, және өзін-өзі жою механизмін тоқтатты. Жігіт иттің денесіне жабысып қалған арматураны суырып алды. Содан кейін робот ит бұл адамға сене бастайды. Ит Майлздың телефонына қалпына келтіру нұсқаулығын жібереді. Онда жігіт оның аты Аксель екенін білді. Майлз робот итті гаражына сүйреп апарып, оны жөндей бастады. Осы уақытта Сэм достармен бірге Майлздың апатты бейнелерін көріп, көңілді күліп жатады. Сара мұны байқап қатты уайымдайды, өйткені Майлз оның қоңырауларына мүлде жауап бермейді. Қыз Сэмге олардың трюктерін орындаған жерді көрсетуін талап етеді. Майлз Аксельді робот жіберген нұсқауларының арқасында жөндей алды. Ит жігіттен отын сұрайды, және ол жаңа досына жанармай құяды. Қуанышты Аксель Майлзға басын изеді де, дулығасынан ақпаратты оқиды. Онда камера орнатылған болды. Ит бейнежазбаны қарап, онда жігіттің «Йоу, вперед» деп айтқан сөз тіркесін естиді. Содан кейін ол оны қайталады. Майлз Аксельге олар енді дос және бір-біріне сену керек екенін айтты. Және иттің тұмсығынан қақпағын алып тастайды. Аксель көңілді бола бастады, және ол нағыз ит сияқты ойнағысы келеді. Майлз екеуі қараусыз қалған жерге барып, ойнап, түрлі трюктер жасай бастады. Қанағаттанған Майлз бен Аксель көңілді болды. Бірақ содан кейін жоғарыдан Крейн компаниясының дрондары пайда болады. Олар робот итті тапты. Әзірлеушілердің бірі итті өшіргісі келеді. Бірақ Аксельдің жасаушысы мұны жасауға тыйым салды. Себебі ол роботты барынша сынап көргісі келеді. Ол итті не көріп тұрғанын көру үшін Аксельдің камерасына қосылады. Қараусыз аумақта көлік пайда болады. Сара келіп Майлзды іздеп жүр. Робот ит оның көлігіне жүгіріп барып, артына мініп алды. Истерикадағы қыз көлікті оталдырмақшы болды. Майлз жүгіріп келіп, Аксельдан сабыр етуін айтады. Шошып кеткен Сара көліктен түседі. Жігіт оны темір досымен таныстырады. Бойжеткен оны сипауға да батылдық тапты. Енді олар үшеуі бірге көңіл көтеруде. Сара Майлзға Аксельдің иесін тауып, итті оған қайтаруды айтады. Бірақ Майлз келіспейді, өйткені Аксельдің денесінде оқ іздері бар. Яғни итті ұстаған жерде оны жақсы көрмегені анық. Сондықтан ол қашып кеткен болатын. Майлз бен Сара бір-біріне әртүрлі оқиғаларды айтып, бірге уақыт өткізеді. Аксель олардың көңілін көтеруді шешеді. Ол Сараның телефонынан әнді қосады, және өзінің денесі арқылы оның дыбысын күшейтеді. Ол тіпті музыканың жарықтарын қоса білді. Қыз Майлзбен билейді. Робот итке бұл өте ұнады. Аксельді шығарушы мен оның көмекшісі компьютерлік жүйелер арқылы болып жатқанын бәрін бақылап отырды. Олар Аксельдің адамдар арасында қарқынды дамып келе жатқанын көреді. Сара ұйықтап жатқанда Майлз Аксельге оны қатты ұнататынын айтады. Робот ит өзінің «Йоу, вперед» деген тіркесін айтып, жігітке батыл болуға кеңес береді. Таңертең олар Аксельдің көмегімен Сараның тіреліп қалған көлігін шығарады. Ит жүк салғышқа секіреді де, олар қалаға қайтады. Жанармай құю бекетінде олар Аксельді лас жайманың астына тығып қойды. Бірақ робот ит бетін сыртқа шығарып, терминалды бұзып, жанармайдың құнын төлейді. Сонымен қатар, терминал Майлзға ақшалар бере бастады. Қазір олар өте бай. Сараның анасы қызы үйде ұйықтамағандықтан ол үшін уайымдауда. Сэм оған телефон арқылы адамды қалай табуға болатынын көрсетеді. Оның қызы қазір әлдебір тасталған жерде екен. Онда Сара мен Майлз Аксельді жаттықтырып жатты. Ал бойжеткен өз суреттерін көрсетуде. Ит оларды әдемі жарықтандырады. Кенет ол қабырғаға голограмманы қосады. Онда ғалымдар Аксельдің жаратылу тарихын толығымен баяндайды.
Ол заманауи қару-жарақпен жабдықталған, сонымен қатар ит бір адамға байланып, өмір бойы оған қызмет етуге қабілетті екен. Аксель Майлзға жігіттің ДНК-сын оқитын кілт береді, және ол енді оның қожайыны болып табылды. Ғалымдар ашулы, өйткені қазір ғана робот ит бұл жігітпен мәңгілікке байланысын орнатты. Кенет жолда квадроцикл пайда болады. Бұл Сэм болды. Ол қызды ренжітіп, қолынан ұстап алады. Майлз пайда болып, Сэм оны ұруға тырысады, бірақ сол кезде Аксель оған секіреді. Майлз Аксельден Сэмді өзіне әкелуін сұрайды, және жігітке кетуді бұйырады. Робот ит өзінің дерекқорына бұл адамға зиян тигізбеу керек деген ақпаратты енгізеді. Майлз бен Сара Аксельдің мінез құлқы үшін ұрысып, жігіттің әкесінен кеңес сұрауға баруды шешеді. Әкесі итті үкіметке қайтару керек деп есептейді. Олар сөз таластырып жатқанда, робот ит оларды тасталған жерде күтіп тұрды. Түнде Сэм мен оның достары қайтып оралады. Олар камераны қосып, Аксельді іздей бастайды. Итті тауып алып, олар оны тұзаққа түсіріп, от шашатын құрылғымен өртеп жібереді. Майлз бен Сара қайтып келді. Олар қатты зақымдалған итті табады. Дегенмен, ол жөндеуге арналған нұсқауларды Майлздың телефонына жіберіп үлгерді. Аксельді Сараның көлігінің артына тиіп, робот ит көрсеткен ғимаратқа апарады. Осы вақытта Крейн компаниясының қызметкері Майлздың үйіне келіп, оны тексере бастады. Жігіттің әкесі өзінің спорттық садағын алып, белгісіз қонақты кепілге алады. Майлз бен Сара Аксельді сәтті жөндейді. Оның сенсорлары қайта жанды, және бірнеше сағаттан кейін оның жүйесі толығымен қалпына келуі керек. Біздің кейіпкерлеріміз сүйіседі, ал Аксель интернетте пайда болған кезде Крейннің агенттері оны іздеуге кіріседі. Олар робот итті табады, бірақ жұп тығылып үлгереді. Аксель қосылып, агенттердің біріне қарай ұмтылды. Екінші адам қару қолданады, бірақ Майлз оны құлатып, робот ит қашып кетеді. Аксель кек алу үшін Сэмді табуға асығады. Майлз бен Сара иттің артынан қуады. Сэмнің үйінде тағы бір кеш өтуде. Оған Аксель келді. Жастардың арасында дүрбелең пайда болады. Сэм қашуға тырысады, бірақ робот ит оны қуып жетті. Жігіт көліктің астына тығылады, бірақ бұл да оған көмектеспейді. Майлз бен Сара Сэмнің үйіне мотоциклмен келеді, және жігіттің от шашықпен Аксельден өзін қорғамақ болғанын көреді. Бірақ оның жанармайы таусылып, робот ит секіруге дайындалып жатады. Майлз темір достан бұлай жасамауды сұрайды, бірақ кенеттен оларды көптеген дрондар қоршап алды. Олардың көмегімен Аксель бейтараптандырылды. Крейн агенттері пайда болып, итпен қоса Майлз бен Сараны да ұрлап әкетеді. Олардың барлығын Крейннің үйіне әкеліп, Майлзды байлап қояды. Олар Аксель берген басқару кілтін беруді талап етеді. Бірақ жігітте ол жоқ болды, өйткені ол оны үйде ұмытып кеткен. Жігітті Сараны қорқытып бопсалайды. Қыздың таныс қимылының арқасында ит бәрін есіне түсіре алды. Ол босатылып, үшеуі қашуға тырысады. Майлз мотоциклді ұрлап, Аксельмен бірге қашып кетеді. Ал Сара әскерилердің назарын аударып, оларға өзін ұстауға мүмкіндік берді. Әскерилер оларды қууға шықты. Жолдың қауіпті бөлігінде Майлз мотоциклмен жартастан құлап қолын сындырып алады. Аксель қожайынсыз кеткісі келмейді, бірақ ит әскерлердің де қолына түскісі келмеді. Қауіпсіз қашықтыққа қашып, робот өзін өзі жою режимін қосады. Майлзға қарап, ол оның «Йоу, вперед» деген сөзін айтып, содан кейін ол әскери тікұшаққа үріп, жарылып кетеді. Әскерилер жарақат алған Майлзға қарай жүгіреді. Біраз уақыт өтеді. Әскерилер Майлз бен Сараға колледжге түсуге көмектесуді шешеді. Бірақ олар мұны бір себеппен ғана жасап отыр. Аксельді жасаушы робот иттің құпия коды туралы кейбір ақпаратты біледі. Бірақ оны ешкіммен бөліскісі келмеді. Әскерилер қазір Майлз бен Сараның арқасында құнды ақпарат алуға үміттенеді. Айтпақшы, біздің кейіпкерлер сүйкімді күшікті сатып алды. Жігіт әкесінен конвертке салынған хатын алды. Ол Аксельді басқаруға болатын кілт болды. Олар итпен байланысуға тырысады, және кенеттен құрал іске қосылды. Мүмкін Аксель бір күні оларға қайта оралады. Бала кезінде осындай темір досым болғанда, мені ренжіткенің бәрін істейтін еді. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған кино шолу арнасы келесіде кездескенше.